Діни маман емеспін, бірақ та мен хиджаб кигендіктен менен салонға барғанда, шетелде жүргенде көбісі сұрайды, типа не үшін киесіңдер деген сияқты. И бағанағы салондағы мастерім айтады, жалпы менің ислам бойынша ойым, бағанағыдай намазда жүрген қыз, әйел адам, олған көп нәрсені запрещается, ер адамдарға болады, ол мысалы күйеуі бір нәрсені айтса, әйел сол нәрсені жасамау керек деген сияқты, сондай нәрсе айтады. Негізі Қазақстанда сондай. Әйел адамдарға көп нәрсені болмайды деп тастаған. Одан кейін жалпы қоғам хиджаб киетін, орамал тағатын, намаз оқитын адамдарды ангелочек көреді, періште көреді да. На самом деле олар просто адам да. Олар періште көріп, анандай етіп тастайды, и ол нәрсе дұрыс емес. И адам жан-жағы сөйтіп көргеннен кейін, или білмеймін, адам бағанадай өзін көп нәрседен шектегенде, андай қалай айтсам болады, іштей не болатын сияқты, тәкаппарлық. Себебі мен ол нәрсені жасамаймын ғой, олар жасап жатыр, мен жасамаймын ғой деген сияқты, сондай чувство болатын сияқты. Енді мен 3 жыл шетелде тұрған кезде менің ойым полностью өзгерді. Оказывается, адам просто адам болу керек. Яғни ислам діні бізге мынаны болады, болмайды дей емес, ислам діні бізге адам болуды, адалдықты, честно болуды, жалпы адами құндылықтарды үйретеді. Біз соны үйренуіміз керек. А не этот, наны болады, наны болмайды деген емес. Менің ойым осындай. Енді сіздер қалай ойлайсыздар, комментке жазып кетіңіздер.